Бүкіл әлем бойы танымал Қазақстан шоколады еліміздегі ең ірі кондитерлік Лотте Рахат фабрикасында шығарылады. Бүгін біз осы және жалпы Қазақстанның кондитер өнеркәсібі туралы ақпарат білетін боламыз. Лотте Рахат акционерлік қоғамы 75 жылдық тарихы бар Қазақстандағы кондитерлік өнім өндіретін ең ірі өндіріс орындарының бірі. Кондитерлік өнімдер соғыс кезінде Мәскеу мен Харьковтан көшіріліп әкелінген жабдықтармен алғаш рет 1942 жылы арақ ликер шығаратын зауыт алаңында шығарылды. Лотте Рахат ақында 4500-ге жуық адам еңбек етеді. Өндірістік қуат Алматы және Шымкент қалаларындағы екі өндіріс орнында шоғырланған. Мұнда шоколад өнімдері, карамель, печенье, вафли, шығыс тәттілері, зефир, мармелад және басқа да өнімдер шығарылады. 1965 жылы фабрика негізгі өндірістің бірқатар цехтарын қайта құруды және кеңейтуді бастады. 1967 жылы печенье цехы, 1980 жылы какао бұршақтарын өңдейтін және шоколад өнімдерін шығаратын цех, жобалық қуаттылығы 12,7 мың тонна іске қосылды. Зауыттың бай ассортименті тұрақты жаңалықтармен байытылған. Жаңа өнімдерді жасау кезінде зауыт мамандары ең заманауи зерттеулердің жетістіктерін, сонымен қатар диетологтардың ұсыныстарын пайдаланады. Салыстырмалы түрде жақында Рахат беделі атты жаңа сериясы пайда болды. Фабрика жылына 1000 тоннадан астам шоколад сатады. Қазіргі кезде Лотте Рахат ақы Қазақстан нарығында ғана емес, республикамыздың шет аймақтарында да Беларусь, Әзірбайжан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Германия, Қытай, Ауғанстан, Моңғолия, Ресей елдерінде сатылады. Келешекте ТМД-ның өзге республикалары мен алыс жақтан шет мемлекеттер тарапынан Лотте Рахат ақ өнімдеріне қызығушылықтың артуына байланысты компания өнім шығаруды арттырып, экспорт көлемін ұлғайту арқылы өткізу нарығын кеңейтуді көздейді. 2015 жылдан бері Лотте Рахат ақ акцияларының 92-44% оңтүстік Кореяның Lotte Confectionery трансұлттық компаниясына тиесілі. Одан кейінгі орында Қостанайдағы Баян Сұлу кондитер фабрикасы. Компанияның отандық өнімдегі үлесі 25,7% құрайды. Кәсіпорын 300-ге жуық өнім шығарады. Компанияның 2016 жылы табысы 31,67 миллиард теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда өсім 65,3% құрады. Бұл ретте компанияның кірісі бір жыл бұрынғы 1,75 миллиард теңгеге қарсы 1,56 миллиард теңгені құрады. Қазақстан қор биржасының мәліметінше компанияның негізгі үлесі Kaz Food Products ЖШС-на тиесілі. Салыстырмалы түрде жас кәсіпорын Алматы Продукт ЖШС бүгінде еліміздегі кондитерлік өнімдердің жалпы отандық өнімнің 8,7%-ын құрайды. Кәсіпорын 2002 жылдан бері халва өндірумен жұмыс істеп келеді. Қазіргі уақытта өнім ассортименті 102 атауды қамтиды. Гамле ЖШС үлесі Ком ЛТД қазақстандық кондитерлік өнімдер өндірісіндегі бүгінгі күні 7,1% құрайды. Қорытындылай келе, Қазақстандағы кондитерлік өнеркәсібі жақсы дамыған. Алайда өнімдердің арқасында біздің потенциал қазіргі жағдайдан 2 есе мықты болып саналады.